сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4 сынып 45 сабақ пысықтау. Біз 9 монетаның ішінен бір жалған монетаны табуымыз керек. Яғни біз 9 монетаны 3-3-тен бөліп аламыз. Яғни бір таразының бір жағына 3 монета, бір жағына 3 монета. Соның ішінде ауырлау болған монетаның
таразының бетінде жалған монета болуы мүмкін. Сол 3 монетаны аламыз да кезек-кезек қойып өлшейміз. Соның ішінде екеуісі бірдей болған жағдайда бұл екеуі де нағыз монета, ал егер де біреусі ауырлау болған кезде бұл негізінен жалған монета болады екен. Міне біз осылай 3 рет өлшеу арқылы жалған монетаны табамыз.